Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыбымыз өздеріңіз байқағандай спорт жайлы өтетін боламыз. Now open your books at page 100, exercise 17. Listen, point and repeat, then match. Тыңдаңыз, қайталаңыз және сәйкестендіріңіз дейді. Алдымен жаңа сөздерге назар аударыңыздар. Repeat after me. Skateboard, do karate, jog, hop, skip, have a picnic, play the violin. Repeat after me 3 times and learn by heart the words. Skateboard, skateboard, do karate, каратэмен айналысу, jog, жүгіру, hop, бір аяқпен секіру немесе қозғалу, skip, секіру, have a picnic, пикникке шығу, play the violin, скрипка тарту. Жаңа сөздермен таныс болдық. Енді суретпен сөздерді сәйкестендірейік. Бірінші сөз skateboard и әрпінде тұр. Екінші сөз do karate C әрпінде. Үшінші сөз jog секіру F әрпінде. 4 hop яғни бір аяқпен тұру, бір аяқпен қозғалу бұл D әрпінде. 5 skip скакалкамен секіру. 6 A әрпінде. 7 play the violin B әрпіне сәйкес келеді. Exercise 18. Complete Corkem's poem, then say which things is not Corkem's. Бұл тапсырмада бүгінгі өтілген жаңа сөздер көрсетілген және орындары ауысып берілген. Сол сөздерді орындарына қоя отырып, әріптерді орындарына қоя отырып, Көркемнің поэмасын толықтырыңыздар. Және Көркемнің поэмасында суреттегілердің қайсысы көрсетілмеген? Соны табу қажет. Бірінші сөйлемде I can surf, яғни мен серфинг жасай аламын. I can jog, мен жүгіре аламын. And I can skip, мен секіре аламын. I can play the violin, мен скрипка тарта аламын. I can do karate too, мен каратэмен де айналысамын. I can do a lot of things, мен көп нәрсе істей аламын. What about you? Ал сен ше? Бай Көркем, Көркемнен. Яғни Көркемнің поэмасында би суретіндегі зат айтылмады. Келесі тапсырма бізде грамматикалық тапсырма екен. Оны орындау үшін алдымен біз ережені түсініп алайық. Adverbs of manner. Сын қимыл істеулері. Сын қимыл істеуі іс-әрекеттің қалай орындалғанын білдіріп, бізге сипаттайды. Яғни етістіктерді сипаттап, қалай, қайтып, қалайша деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, he runs quickly. Іс-әрекеттің қалай сипатталғанын көрсетіліп тұр. Ол жылдам жүгіреді. Яғни бұл жерде істеуіміз quickly. Adverbs of manner, яғни сын қимыл істеулерінің жасалу формуласы. Мысалға, сын есімге ly жұрнақ жалған арқылы жасалады. Мысалға, soft сын есімге, яғни жұмсақ деген мағынаны білдіреді. Ly жұрнақ жалғанып, істеуге айналады. Екінші careful, carefully. Үшінші сөзіміз байқаған боларсыздар, яғни y әрпіне аяқталып тұр. Y әрпі I әрпіне айналып, noisily деген сөз шығып тұр. Алайда ережеге бағынбайтын істеулер болады, яғни сын есімге ly жұрнағы жалғанбайды. Осы кестеде көрсетілген сөздерді жаттап алуға тырысыңыздар. Adjectivте good, adverbте well. Болады. Қалғанына 3 сөздер сын есімде де, істеуде де бірдей. Бірақ екеуін қалай ажыратамыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Сын есім бұл бір заттың сипаттайды, оның көлемін, оның сынын, түсін, түрін. Ал істеу іс-әрекеттің қалай орындалғанын сипаттайды және қалай, қайтып, қалайша деген сұрақтарға жауап береді. Now look at the book study spot. I can skip really well. Look at me. Яғни мысалға қарасаңыздар, мен шынында да өте жақсы секіре аламын. Маған қараңыз деп тұр. Яғни бұл жерде іс-әрекет сипатталып тұр. Ол қалай секіргені көрсетіліп тұр. Және мұнда сын есімнің істеуге айналу ережесі көрсетілген. Quick, quickly, good, well, easy, easily, fast, fast болады. Now exercise 19, make sentence. 19-шы жаттығуда сөйлем құрастырыңдар дейді. Әр сөйлемнің соңында қарасаңыздар смайликтер көрсетілген. Жасыл смайлик, яғни болымды сөйлем, қызылмен берілген смайлик, ол болымсыз сөйлем түрінде құрастыру керек. Және can модаль етістігін қолдану қажет.
Мысалға, Гүлнара can do karate. We can't have a picnic today. Sanjar can jog all day. Bakıtcan can't surf at all. Ayolum can sail with us. Now exercise 20. What can Хан Сұлтан do? Look and say. 20-шы жаттығуда Хан Сұлтан не істей алады? Қараңыз және айтыңыз дейді. Суретке қарап сөйлем құрастыру керек. Суреттердің соңғы жағында 5-ші сөйлемнен кейін қарасаңыздар мысал келтіріп қойған. He can skateboard very well. Сөйлем құраудың оңай тәсілін көрсетейін сіздерге. Міне Хан Сұлтан, can, picture дегеніміз мына суреттер. Сосын суреттердің атауынан кейін very деп жазасыздар да, мынау тапсырмада берілген үстеулерді жазасыздар сосын. Ал енді осы формулаға қараймыз да сөйлемді құрастырып жаза береміз. Хан Сұлтан орнына he деп жазсаңыздар да болады, Хан Сұлтан деп жазсаңыздар да болады. Енді мен мына жерде he деп жаздым. He can play the violin very beautiful. Ол скрипкада өте жақсы ойнай алады. He can do karate very well. Ол каратені өте жақсы жасай алады. He can ski very quickly. Ол өте жылдам секіре алады. He can ride his bike very fast. Ол велосипедті өте жылдам тебе алады. Ал достар, бүгінгі сабақ пайдалы болса, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер, және достарыңызбен бірге осы видеоның сілтемесін бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Goodbye.